Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жаздың күні шөліңізді басатын каркаде сусын дайындайтын боламыз. Ол үшін видео соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: қайнаған су мен осындай каркаде деген шай. Бұны кез келген дүкеннен таба аласыздар. 1 литр суымызға 2 немесе 3 ас қасық каркадені қосып араластыратын боламыз. Қызғылт түске боялғанша кішкене қайнататын боламыз. Бұл сусын қан қысымы бар адамдарға өте жақсы, пайдалы. Қан қысымын бір қалыпқа келтіруге көмектеседі. Көп уақыт қайнатудың қажеті жоқ, тек 2 минут немесе 3 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Мінекей бізде осындай қаны қызыл түс шыққанда үстіне шекер салатын боламыз. Қалауларыңызға қарай, тәтті ұнататындар көбірек қоссаңыздар да болады. Мен 1 литр суға 200 грамм шекер қосқан болатынмын. Дайын болған суымызды тағы да бір араластырып, оттан алатын боламыз және де 2 сағатқа суытып қоямыз. Келесі кезекте графинімізді дайындап, алдын ала миятамызды жуып, лимонымызды турап аламыз. Және де графиніміздің ішіне салып, үстіне сусынымызды құятын боламыз. Ал біздің сусынымыз дайын болған сусынымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа салып алсаңыздар болады. Салқын күйінде ұсыну 2 есе дәмді болуына көмектеседі. Пайдалы ақпарат болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.